құжаттар толық бар екен. Құжат толық бар екен, енді құжатын көрсетсе бәрінде полностью. Өзімізде тұр екен. Құжат болғанда мынау ғимаратқа құжат, иә? Ғимарат жерімен бәрі бірге болады. Ол бірге. кез келген ғимарат жеріне Әрине, болмаса ол әрине. тіркеуден өтпейді ол. Заңда солай. Жоқ, сонда менде бір сұрақ. Мысалы, Бағлан мысалы алады, иә, мынаны балабақшаға. Мысалы, енді конкурстық рәсімге анықталады ғой. Бірақ иә, алатын болса, конкурс болғанда кім қатысады? Басқа ауылдың адамдар қатысып не керек? Өздерінің ауылдары алады деп жатса. Енді өзінің ауылының жаңағы ыңғайлы болсын, өзінің ауылының азаматтары істесін деп тұрмыз. Әрине, сол дұрыс қой. Енді оны требованияға жаңағы өздерімен жоқ, бағана әкім айтқан жоқ, конкурсқа деген жоқ. Ол айтты, ол кісі өстіп айтты. Заң жүзінде солай ғой, енді сіз дұрыс түсінсеңіз, өйтіп айтқан жоқ, бүйтіп айтқан жоқ, анау өйтті, мынау бүйтті деп енді әкімнің өзі айтқан айтқанымыз ғой. Мәселенің шешілу жағын қарауымыз керек қой біз енді, мәселенің шешілу жағын қарайық. Конкурсқа түссе деймін. Басқалар өтіп кетсе қайтесіз? Әрине. Өте қоймас, енді бұл жаққа келіп жоқ, өте қоймас деген әңгіме болмау керек. Сондықтан енді қазір мына жаңа қоғамдық кеңестің мүшелерінде бар ғой, жаңа толығымен өздері қатысып болсын, бас аяғында бірге жұмысын жаңа бірге жүріп атқарсын. Біз енді бұл кісілерді алыстап тастайын деп отқан жоқпыз. Сіз дұрыссыз, енді ол жаңа бүйтіп айтып еді, бүйтті ғой, сөйтіп айтып. Жоқ, сіз енді мына жерге конкурсты қосып, біз түсінеміз конкурс дегенді. Енді мен заңда қалай жазылып тұр, солай айтып отырмын. Жоқ, ол түсінікті, бірақ мына жерде жергілікті тұрғындар осыны. Әрине, жергілікті тұрғынның осы жердегі жаңа несі болғаны дұрыс. Сіздің аты жөніңіз кім? Мен Дидар есімім, Ешенов. Мен аудан әкімі орынбасарымын. Мен сізді танымай қалыппын. Аха, жақсы. Так, енді